бастамай жатып сен тек жылаудан көз ашпай қалыпсың ғой. Уже ешқандай шара жоқ, ешқандай мүмкіндік жоқ, возможность жоқ, қайда шабатынын білмей уже деген қиналып жылаудан басқа дым қалмаған. Кішкене сәл-пәл жаңағы өзіңді кішкене сабырға шақыр, қарыздарыңды, кредиттеріңді бәрін списогін жаз. Соның ішіндегі жаңағы ауырлау, который төлей алмайтындарды бір жағына жаз да, осыдан жеңілдеу қалай да құтылуға болады ау дегенді бір жағына жаз. И содан кейін ақшаң болған кезде бұйырса алла қаласа өзі өзгеріс болады сенде, бірақ бірден алып сол ақшаңмен бір нәрсені жауып тастап жүрме. Даже сен элементарный банктен алған кредитің болса да, даже үлкен бастығына кірсең де сен соны понемножку 5 мыңнан 10 мыңнан болса да беріп тұрсам бола ма деген сияқты сөйтіп жағдайыңды айтып соны жасап ал. Бостан босқа отырып жылай берме, любой заттың өзінің выходы болады, шешімі болады. Тек соңғы қолыңа ақша түскенде тек салқ еткізіп апарып біреуге беруші болма. Азғантай 2 мыңнан 3 мыңнан болса да бәріне сөйтіп ауыз тигізіп беріп жайлап одан да құтыласың бір күн. Жылай берме бостан босқа, сосын түсінікті ме?